Hoş geldingиздер, сіздермен бірге мен Тока Айкыз, қалалық келін 2-ші бөлім. Достар, және де менің осы видеома, алдыңғы видеоларымда комментария аз, сол үшін комментария жазып, лайк басып маған тіркеліп кетейік. Ал ондеше мен сериалымды бастаймын. Жақсы болды, үйге кірейін. Может, қойнада отырған шығар. Мен сиыр сауып келдім. Ой, ана қыз кепті бар. Молодец. Біз яғни келін болып түскенде ондай саумаған, біз даже жарты литр болған, соған бізге ұрысқан. Молодец, жарайсың. Бірінші рет көріп тұрмын. Сен жалпы қаладан келдің ғой, қалай саудың? Асау болған жоқ па? Былай нормально болды ма? Нормально болды, күшті екен сиыр. Жарайды, енді үйге кіре бермей, ондағы сүтті қоя салайын. Сосын жаңағы мама тұрғаннан кейін көрсем. Жан, мен саған бірдеме айтайын ба? Айта бер, не болып қалды? Жаңа бір қызық болды. Ой, балалар не айтып жатыр? Короче, мені сиыр саууға жіберген ғой, я. Сосын мен магазиннен барып сүт әкелдім да. Сосын магазиннен сүт әкеліп, сиыр саудым да. То есть сауған жоқпын. Шелек тұр екен, бос шелекке сол магазиннің сүтін құя салдым. Жарайды. Бірақ бұны жеңгелерім немесе мама естіп қойса, сен аямайды, сол үшін ешкімге айтпа, жарай ма бұны? Жоқ, итак айтпаймын ғой, мені мақтады, наоборот. Сен қайқа кетіп баратсың? Той, бір кетпеші ешқай жаққа, пожалуйста. Менің бір шаруаларым шығып қалды, сосын келем, жарай ма? Той, мен қалай етем енді, қалай жалғыз жүрем? Жарайды, сен жеңгелерімнің және де маманың айтқан тыңда, жарай ма? Мен бір жұмыстармен бір жаққа кетейін деп жатырмын, ертең келем. Бір жарайды. Мынау не деген масқара? Келін магазиннен сүт әкеліп, мен айту керек, точно ана қызға мамаға айту керек. Бір. Сәлем бердік. Сәлем бермей қой, сенікі жай ма? Негізі сәлем берсен де болады, бірақ нормально. Бірақ кеш болды ғой, енді немене сәлем беріп жатсың? Жай. Сіз не қылып тұрсыз? Просто мен жай тұрмын, телевизорды өшіруге бара жатқам. Бірақ бара жатсаңыз, ана жақтан бармайсыз ғой, диваннан түсіп бара аласыз. Сен маған сөз қайтарма. Ой, кешіріңіз. Келіндер, бергендер, мен сендерге бірдеме айтам. Жиналыңдар қане. Айта беріңіз, біз сіз тыңдап тұрмыз. Ертең мен бір жаққа кетемін. Және де, яғни бір той болғалады деді, жаңа звондап айтты бір кісі. Соған ертең үшеуің қаласыңдар, енді ұлым бір жұмысымен кетіп қалды, ол да келетін шығар ертең. Мен түнге қарай, кешке қарай келем. Мына атың кім? Айғаным. Айғанымға бірдеме үйретіңдер мен келгенше. Және де Айғаным жасайтын болсын. Өздерінің телефондарын бар шығар, я? Бар ғой. Солармен Айғаным тамақ жасаған түсіріп, бірінші өздерін үйретіп аласыңдар да, Айғаным тамақ жасаған түсіріп, менің WhatsApp-ыма жібересіңдер, жарай ма? Жарайды. Сосын мен сізге бір басқа комнатаға барып бірдеме айтсам бола ма? Жүр, айта бер, Мейрамгүл не ол? Мама, мен сізге бірдеме айтайын ба? Айтшы енді, тез созбай. Естіп тұрмын. Мама, короче, сиыр саудырғанбыз ғой, кімге? Кім еді? Айғанымға саудырғанбыз ғой сиырды. Ол сиырды өзі саумаған, магазиннен барып сүт әкеліп, бір бос шелекке сүт құя салған. Қойшы, маған дәлел керек. Ол енді бірінші рет ғой, енді ештеме етпейді. Сендер вообще жарты литр неткесіңдер. Хотя ол нормально ғой, ұрыспаймен ондайға бола. Ондай емеспін мен. Жарайды. Такс, енді Жазира шай қойш. Жарайды. Такс, Жазира, сен андағы жерден тұр, андағы жерге уже Айғаным отыру керек. Жарайды. Жарайды. Сосын мен саған айтарым, маған андай шайлар ұнамайды. Толтырып қоятын болсан, андай кішкентайдан қоятын болсан, сосын слишком қара болып кетсе, сондай шайларды сразу аузымнан түкіріп тастаймын. Мен сендерге андай емеспін, үндемей отыратын әже емеспін. Жарайды. Маған шай қоймапсың ғой, маған шай қой. Жарайды.
не алыңыз? Ас болсын. Ей, келін, немене мынау ас тамақ, а? Бүт қалған ба не продукты? Ертең продукты әкелу керек болды ғой. Ертең біреуің барып продукты әкеліңдер. Үйде продукты да бүт қапты ғой. Алып келіңдер, бір жұмыртқа ма, бір бәле алып келіңдерші. Не мынау ас? Мынау печенье ғана, сондай ғана тұр ғой. Мынау немене ананың аты? Апа, ол не ғой? Қалай еді аты? Ұмытып тұрмын. Әйтеуір бір бәле, әйтеуір тәтті екен де, сосын қоя салдым. Ертең крылышки ма сондай әкелетін шығармын. Крылышки деген тағы немене бір бәле? Әйтеуір әкеле саламын. Біз болдық, келін. Рахмет, ыдыс-аяғыңды өзің жуып аласың ғой. Қайда кетіп баратсыңдар? Сонда Айғаным шай құйып, ыдыс-аяқты өзі жуу керек па? Қане біреуің жуыңдар ыдыс-аяқты. Бұл қыз түсте жуды ғой. Итак, шаршап қалады ғой. Жуыңдар ыдыс-аяқты біреулер. Жарайды, қып болады. Мен жуа салам. Немене ана кемпір өзіне жақын тартып баратыр ана қызды? Бізде адамбыз ғой, бізде демалайықта. Қанша жыл болды осы үйдің тірлігін істеп жүргенімізге. Такс, төсек салыңдар да жатыңдар. Мен ұйықтайын кішкене. Такс, төсекті Айғаным, сен сал. Жарайды. Оп-оңай ғой салу. Бірақ мен білмеймін ғой. Мына жерге сала саласың, болды. Қазір мына стөлді екеуміз алып тастаймыз, кел. Ал біз болдық, отыра тұрайық, сосын мына нені төсек салу осы кілем үстіне. Жарайды, сіздерге қайырлы түн. Бүгін сержансыз ұйықтаймын. Жарайды, ұйықтап көрейінші. Так, құрсын орамалымыз шешіп ұйықтайық. Үстіңе дым демейсің бә? Киімім, конечно, деп ойладың ба? Бар ғой өзімнің киімім. Қазір бос киімді кие салам. Міне осы. Сразу жатқаған не сей? Шой. Мен егем. Оны кие салайыншы. Бірақ апа көріп қалмаса болды ғой. Ой, бір қаншты ойын олда. Құрсын мен тұрайын да, сосын тез тағамда тапсырыс бере салайын да, сосын жасап қойын. Қалай болады екен, сағат қанша болды? Как раз сағат 5 болып тұр. Тез барып жасап тастайын. Сағат қанша 6-да тұратын жар, 1 сағатым бар. Тез жасап тастайын әдемілеп. Дайын болды. Енді қазір сержанды келетін жар, өйткені ол ертең таңертең келем деген. Тез сержанды күтейін. Сержан! Қалайсың, жан? Жақсысың ба? Әйтеуір жеңгем ұрысқан жоқ па? Жеңгелерім дегендей. Жоқ, ұрысқан жоқ, мүлдем. Кешегі шындығым менің кішкене ашуға сәл-пәл қалыпты. Жарайды, ештеме етпейді енді. Естіп қалған шығар жеңгелеріміздің біреуі. Мә, стөл жайнатып қойыпсың ғой, тура. Қарным ашып кетті, тез жейін. Жұмысында шаршаған жоқсың ба? Жарайды, отыр қазір. Жеңгелерім де тұратын шығар, может, абысындарым дегендей. Жарайды. Қазір. Қазір киініп, тамақ жасау керек, айтшы. Мен киінбеймін, осылай жүре берем. Нормально ғой. Мен сол әдетте киімді кие салам. Қазір тамақ жасау керек, әйтпесе бәлеге қаламыз тағы. Мұнда 2 жас не істеп отыр, сөйлесіп жатыр ма? Мәссаған, стөлді күшті қып дайындап қойыпсың ғой, молодец. Біз ерініп келе жатсақ. Кәдімгідей ерініп келе жатсақ. Молодец. Қазір сіз не кімнің қасына, кімнің несіне отырғаныңыз ғой, апаның орнына? Ұмытып кетіппін ғой. Мына стөлдігімді дайындап тура жарқыратып көздің жауын алып тұр ғой. Келінімнің қайсысы екен?
Апа мен ғой. Қалжыңдаймын, айғаным ғой. Мәс саған айғаным, жарайсың. Продуктыны қайдан алдың? Продуктыны. Мен әкелдім. О, Сержан балам, менің қалайсың, а? Жұмысың қалай, шаршаған жоқсың ба? Жоқ, шаршаған жоқпын, нормально екен. Апа, шай қояйын, келіңіз. Айтпақшы, мен бүгін кетем, құрсын. Такс. Кофемен ішесіз ба, апа? Иә, құйып берші әйтеуір. Кофе бітіп қапты. Қалай ол бітіп қалады? Жарайды, аяқта тұра берсін. Мен ұстап отыра берем шөгімді. Такс, ас болсын. Такс, әй келіндер, мен қазір киінем, көйлегімді кием. Сосын кетемін. Таксынан кие салам. Жарайды, мен кеттім, дым білдірмей отырыңдар үйде. Ал достар, мен сериалым аяқталды. Сіздер маған лайк басып, тіркеліп, және де комментарий жазып кетіңіздер достар. Ал сау болыңыздар.